Индер ауданы Көктоғай ауылы. Боран Нысанбаев атындағы орта мектебінің алдында тұрмыз. Мен Шынтемирова Айыржан Ерболатовна осы аталған мектепте 2013 жылдан бері іс қағаздарын жүргізуші болып жұмыс жасап келемін. Осы жылдар аралығында мектебімізде бірнеше құқық бұзушылықтардың орын алып жатқанын хабарлаймын. Атап айтқанда, жалақының толық төленбеуі, жүктемені әділетсіз бөлу, екінші, бұйрықтарға өзгеріс енгізу, үшінші, жұмысқа келмеген қызметкерге жалақы аудару. Осы аталған фактілер бойынша тексерулеріңізді сұраймын. Жаңағыдай сырттан келген іштегі техникалық қызметкері бар, мұғалімдерге жетіспей атқанына қарамастан сырттан бастауыш сынып мұғалімін 05 химия лаборанты етіп алып, 2 сағат қосып, оны тарифке салуы. Осындай фактілер бойынша тексеріс жүргізулеріңізді сұраймын. Осының барлығы заңды ма? Мысалға, бастауыш сынып мұғалімі химия лаборанты болады ма? Осыны тексеріп берулеріңізді сұраймын. Мектепті толықтай тексерулеріңізді сұраймын. Түгелдей, мектепті түгел тексерулеріңізді. Бастауыш сынып мұғалімі бола ма? Мысалға, 05 химия лаборанты, ондайлар көп. Мысалға, алдыңғы жылдары бір адамға штатный қылып салады, 05 биология қылып, бірақ та оны замен қылып басқа адамға береді. Ол мысалға ол кісіге тиесілі емес пе? Ол кісіге бермейді. Мен мысалға мектепте жұмыс жасаймын. Мен де осыған дейін педагогым осы биыл алдым. Сентябрь айынан бері ол кісіден сұрап жүрмін. Менен қағаз түрінде өтінішімді қабылдамайды. Басқа адамды сырттан келген, басқа өзім алам деген адамдарын алады. Мен сұрасам, маған дегенде жоқ, ештеңе жазбайсың деп осыған дейін жазғызған жоқ. Мен осыған дейін, мен осы күні кеше, осы наурыз айында осы адамның босағанын естідім ғой. Сол кезде мен ол кісіге өтініш жазғанда, биология лаборанты бар деді ғой. Мен өйтіп жазған жоқпын. Мен мысалға 5 балам бар, жолдасым жұмыссыз, сөйтіп жазғанда тұрақты жұмыс сұрап жаздым. Сөйтіп маған тұрақты жұмыс маған деген угроза жасап, телефонмен айқайлап, директорым, Өтеуова Сара деген кісі жұмыстан шығып кетті. Соның орнын неге жарияламадың деп, еңбек кезекке жарияламадың. Мен ол кісілерден приказ күтпеймін ба? Мен қызметкермін ғой. Мен ол кісіге айттым, сізден мен приказ күтіп отырмын, сіз маған онда ештеңе айтпадыңыз. Мен қалай жариялаймын дегенде, ол кісі маған айқай шығарып, мына кісіге приказ бергенім үшін, соны көрсеткенім үшін угроза жасап маған қайта. Өзімнің бұйрығымды, мысалға, 05 зертханашы бұйрық шығады ғой, сентябрьде. Сол бұйрығымды мен деген көруім керек. Мен көзім жеткізуім керек ма? Действительно бұйрық шықты ма? Соны осы іс қағаз жүргізуші Аяжаннан мен бұйрықты сұрағанда, Аяжан маған көрсетуге болмайды, директор көрсетпейді деп мен әзерлеп. Құпия қағаз оны. Мысалы, мен оны көрмеймін ба? Өзім тағайындалдым ба? Действительно тағайындалған жоқпын ба? Оны көруге болмайды. Сол үшін Аяжанды айқайлап, сол үшін Аяжанға қоқаңдап қою керек. Айқайлап, кәдімгі бүкіл эмоциясын көрсетті. Одан кейін, сол эмоциясын көрсеткеннен кейін, келесі күні одан кейін маған угроза жасау керек қой. Маған соғып, департаменттен бірдеңеден договор сұраса болды. Маған угроза жасайды, айқайлап, өзінің эмоциясын көрсетеді. Содан кейін биология лаборанттығын берем деп, мені үйіме келіп кешірім сұрап, соны берем, бүйтем деп, өзі угроза жасап алып, менен кешірім сұрады. Мен сол кісіні келіп тұрғанда үйіме келіп тұрғасын, аяқтай келіп тұрғасын, мен сізді анасыз ғой, әжесіз ғой деп кешірейін дедім. Кешіргенім не керек? Артымнан келіп, қайтадан келіп, маған угроза жасап, мына кісінің трудовойына қол қоятын кезде ол кісі болған жоқ, жұмыста болмайды. Жай келеді. Қайталап уже угрозым, мені видеоға түсіріп, договордың трудовойды не істедің деп, жай әкеліп тұр, мына іс қағаздарын жүргізуші деп, не істегеннен кейін мен ол кісінің уже мені ары қарай жұмыс жасатпайтынын білдім. Білгеннен кейін мен уже арыздануға шықтым облысқа, неге уже мына кісі деген қоймайды екен мына заңсыздығын. 2013 жылдан бері. 2013 жылдан бері.